Сәлеметсіздер ме курсқа қатысушылар? Бүгін Microsoft Excel негіздері курсының 5-ші сабағы. Ол мәліметтер түрі деп аталады. Бұл сабақта біз ең қызықты топтардың бірі сандар тобымен танысатын боламыз. Ендеше бұрыннан жасап келе жатқан отбасылық бюджет құжатымызды ашайық. Бұл құжатта бізде көріп отырғандарыңыздай, мен өткен сабақтан кейін тағы да қосымша өзгерістер енгіздім. Бұл қандай өзгерістер десеңіздер, ол өзімнің кірістер және шығыстар көрсеткіштері бойынша бағаларын, яғни көрсеткіштерін белгілеп жазып шыққан болатынмын. Бұл көрсеткіштер біздің сандық мәліметтермен жұмыс жасауымызға көмектесетін болады. Ең алдымен бүгін өтетін сабақтағы сандар тобының қай жерде орналасқанын анықтап алайық. Яғни ол главный вкладкасындағы число, яғни сандар тобы бойынша жұмыс жасаймыз. Бұл жерден көріп отырғаныңыздай числовой формат немесе сандық формат командасы орналасқан. Оның меңзерін басатын болсақ, неше түрлі категориялар және немесе командалар, категориялар орналасқан. Біз оны анықтау үшін категорияның қайсысына жататын біз сандық мәлімет жазылған кез келген ұяшықты шертіп, оны белгілеп аламыз және сандар форматы командасына барып ауыстыратын боламыз. Мысалы, числовой формат, яғни сандық форматқа ауыстыратын болсақ, бізде өзгеріс пайда болады, яғни 50 мыңнан кейін үтір 00. Бұл жерде жаңағы бүтін бөліктерін бірдей қосып есеп көрсеткен болатын. Және келесі формат ол ақшалай формат. Бұл форматқа басатын болсақ, R, яғни рубльмен есептеп отыр автоматты түрде. Біз оны ақшаны теңге түріне ауыстыратын болсақ, бұл команданың төменгі жағындағы басқа да сандық формат командасын орындаймыз. Сол кезде бізде диалогтық терезе пайда болады. Оның число, яғни сандар бөлімінен көріп отырғаныңыздай неше түрлі сандық формат түрлері бар және оның үлгісі қалай болатыны көрсеткен. Бұл жерден біз мағынасын өзгертуіміз керек. Яғни бізге қазір теңгенің белгісі бар мағына керек. Оны таңдау үшін міне KZ, яғни осы форматты таңдасақ, бізде міне көріп отырғаныңыздай бүгін бірінші айдың еңбек ақысы 50 мың теңге екенін білуімізге болады. Және басқа да айларға бұл көрсеткішті, яғни теңге форматын қойып шығу үшін біз өткен сабақта айтқан автотолтыру функциясын қолданамыз. Бұлай толтырып шығамыз. Бұл жерден көріп отырғаныңыздай біздің кестеміздің ішінде, яғни ұяшықтарда тор белгісі пайда болды. Бұл белгі нені білдіреді? Бұл біздің бағанымызға сандардың сыймайтындығын көрсетіп отыр. Ол үшін біз ұяшықтарды белгілеп аламыз, яғни бағандарды және бірдей қылып арақашықтығын ұлғайтамыз. Енді міне 50 мың теңге деп көрініп шықты. Дәл осылай басқа да көрсеткіштердің сандық мәліметтерін өзгертуімізге болады. Оның барлығын жоғарыда айтылған алгоритм бойынша жасасақ,
онда уақытымыздың бәрі кетіп қалады. Сол себептен де біз үлгі бойынша формат командасын орындаймыз. Біздің барлық командаларымыз, яғни барлық мәліметтеріміз теңгемен болуы керек. Себебі біздің мәліметтеріміз баға құны болғандықтан оның сандық мәліметтер теңгемен белгіленуі керек. Және бұны автотолтыру арқылы басқа да айларға қолданамыз. Міне, енді кішкене бір қалыпқа келді. Осындай өзгерістерді қолдануға болады. Бұл топ арқылы және одан кейін астыңғы жағында финанстық, яғни қаржылық формат, немесе проценттік формат және тағы да басқа да формат түрлері орналасқан. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма ретінде отбасылық бюджет құжатына сандық мәліметтерді енгізесіздер өздеріңіздің көрсеткіштеріңіз бойынша және олардың форматын өзгертесіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.